Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді оңай жасалатын кешкі астың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол шашыраңқы болып пісетін күріш және томат соусында қайнатылған фрикадельки. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажетті фарш және пияз. Пиязымызды ұсақтап турап алып, фаршымыздың бетіне саламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш қосамын және фарштың басы бірігу үшін бір жұмыртқа қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Онан кейін панировочный сухари қосамыз. Тағы да фаршымызды қолымызбен жақсылап араластырамыз. Онан кейін кішкене дөңгелектетіп фрикаделькалардың формасын жасап дайындап аламыз. Енді бізге пияз, сәбізді ұсақтап турап, майымызға томат қосып жақсылап қуырамыз. Паприка қосамыз және де су құйып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін татымына қарай тұз саламыз және картошкасын қосамыз. 10 минуттан кейін осылай фрикаделькаларды салып, жақсылап сорпамызды қайнатамыз. Неге осындай болып шығады, араластырамыз. Астындағы отымызды баяулатып, пісіріп аламыз. Енді бізге қажетті күрішімізді қайнатамыз. Жабыспас үшін кішкене май қосамыз. Осылай дайын болады. Енді мінекей дайын болды. Күрішіміз әдемі болып пісті. Осылай кесеге салып аламыз. Видеодағыдай қасықпенен бастырамыз, тығыздап. Енді үлкен тарелкаға осы кесемізді аударып, күрішімізді салып аламыз. Ортасындағы ыдысымызды алып тастаймыз. Енді біздің жаңағы томат соусына қайнаған фрикаделька дайын болды. Осы күрішіміздің ортасына картошкасын, сорпасын бәрін әдемілеп саламыз. Енді жасыл горох қосамыз және болгар перецтер майдалап турап қосамыз. Укроп, петрушканың бетіне себеміз. Тағы бір рет көрсетейін, күрішімізді саламыз. Осылай сорпасын, картошкасын бәрін араластырып, фрикаделькаларды саламыз піскен. Жасыл горохтарымызды қосамыз. Болгар перецін бетіне себеміз. Онан кейін укроп, петрушкасын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.